Қазақстандағы ең ұзын өзен Ертіс. Оның ұзындығы 4000 шақырымнан да көп. Соның ішінде 1400 километр бойы Қазақстан аумағымен ағады. Тарбағатайдың солтүстік баурайын, Сарыарқаның солтүстік шығысын, Ресей жерінде Батыс Сібір жазығы мен Шығыс Орал етегін қамтиды. Бұл өзен Алтайдың батыс беткейінен бастап, Қара Ертіс деген атаумен басталып, Зайсан көліне құяды. Ұзындығы жағынан екінші орында тұрған өзен Жайық. Оны орыстар Орал өзені деп атайды. Ол оңтүстік Орал баурайынан басталып, Каспий теңізіне құяды. Бұл өзенде кеме жүзеді. Онда балықтың ішіндегі бекіре сынды аса құнды балық түрі бар. Ертістен 2 есе кіші өзен Сырдария жолы Қызылқұм үстінен өтеді. Бір кездері бұл өзеннің жағасында ежелгі қалалар мен қоныстар болған. Іле өзені ұзындығы жағынан Сырдариядан сәл-ақ кіші. Іле өзені Тянь-Шань тауларынан бастау алатын Текес және Күнгес өзендерінің қосылуынан пайда болып, Балқаш көліне құяды. Осы өзендермен аса күрделі бағыттар өтеді. Балқаш көлі бір ғажайып көл. Оның батыс бөлігі тұщы, шығысындағы бөлік тұзды судан тұрады. Жіңішке жылғалармен өзара жымдасып жатады. Осы жылғаның кеңдігі 8 метр. Зайсан көлі өзінің әдемі көркімен ғана атақты емес. Бұл жерде оның даңқын реликт деп аталатын қадым заманнан қаз қалпында сақталып қалған тіршілік түрлері арттырып тұр. Шөлейт жерлерде, сортаң, құмды аймақтарда болатын тораңғылар осында. Олар ерте замандарда, бұдан миллион жыл бұрын Қазақстан аумағында өскен, содан сақталып келеді. Басқа еш жерде жоқ.